21.187.000 теңгенің қарызы бойынша төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімі қолданылатын болды. Бұл қалай болды? Арыз дайындалды, сотқа тапсырдық, кредиторларды хабардар етіп, бүкіл арестерді шештік. Енді бүгінде қаржы басқарушы, тағайындалған қаржы басқарушы зерттеу жүргізіп, бұл адам төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімін қолдануға жарайды деп қорытынды береді. Сот оны бекітеді. Енді Алланың қалауымен бұл кісі кімдерге қарыз? Каспий банкке, Халық банкке, Банк-Центр кредитке, Береке банкке қарыз екен. Барлығы 21 миллион теңге. Енді бұл адам бізге кеңеске жүгінген. Кеңестің нәтижесінде осындай мүмкіндік бар екені анықталды. Сөйтіп сотқа тапсырып тұрмыз. Енді бұл адам 5 жылдық жоспарымен осы кредиттерін төлеп құтылатын болады. Екінші кредитке жоламас екен деп тілейміз. Барлық осы қиындықтар көбіне өкінішке орай бізде кредиттен болады. Бірақ біз соған ақша табуымыз керек деп ұрынамызда жүреміз. Ақша болмаса кредитке ұрынбау керек. Ақша табатын жол іздеу керек. Сірә болмаса, енді болмаса, болды, қоя салу керек. Ондай да болады. Мен жоқ, қалай да табуым керек, ақшаны өйтуім керек деп өзіңді жетелеп апарып банктың құлдығына тапсырма. Енді осы төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімі бұл құлдықтан шығудың алғашқы қадамдары. Сол мүмкіндікті пайдаланып дейтін болсаңыздар, осы видеоны WhatsApp-қа жазыңыздар ағайын.